Ассалаумағалейкум, футбол десе ішкен асын жерге қоятын ағайын. Бүгін футбол тарихындағы кезекті тағы да бір ерекше оқиға орын алды. Оған бүкіл әлем куә болды. Әлем чемпиондары Аргентина құрамасы Алжирді 3-0 есебімен талқандап, бұл турнирге жайдан жай келе салмағандарын көрсетті. Бірақ бұл жай ғана 3 ұпай емес. Бұл жасы 38-ге келсе әлде жалындаған, жастығын жоғалтпаған Лионель Мессидің кеші болды. Лио әлем біріншілігіндегі өзінің алғашқы хет-тригін жасап, Клозенің рекордын қуып жетті. Осы видеода біз матч жайында және ойыннан кейінгі футболшылардың пікірлерін баяндайтын боламыз. Видео бастамас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Месси бастаған құрама бұл турнирде күтілгеннен де жойқын бастады. Лионель Скалони алаңға нағыз мықты деген ойыншыларының барлығын шығарды. Аргентиналықтар допты бақылауда ұстап, алжирліктердің қорғанысын үнемі қаспақ қалумен болды. Енді голдардың хронологиясына назар аударайық. Аңыз Лео 17, 60 және де 76 минуттарда гол соғып, барлығын кезекті рет таңғалдырып тастады. Әсіресе ең бірінші голы нағыз шебер стильде орындалды. Ол Родриго де Паульдан пас алып, айып алаңының сыртынан допты қақпаның тоғыздығына дәл қадады. Зымыраған допқа Алжир қақпашысы Лука Зидан ештеңе де жасай алмады. Айқын басымдылық. Статистика жағынан да, ойын жағынан да Аргентина қарсылас командасын жеп тастады. Осылайша бұл ойын Месси үшін нағыз мерейтойлы кешке айналды. Мұқият тыңдаңыздар. 200-ші ойын. Месси Аргентина ұлттық құрамасы жейдесіндегі өзінің 200-ші ресми матчын өткізді. Ол әлем чемпионаты турниріндегі өзінің ең алғашқы хет-тригін жасады. Лео әлем чемпионаттарында соққан голдарының санын 16-ға жеткізіп, неміс аңызы Мирослав Клозенің тарихи рекордын қайталады. Осылайша ол Роналдо мен Мбаппені артқа тастады. 38 жастан асқан Месси әлем чемпионаты тарихында хет-трик жасаған ең кәрі ойыншы атанып, Роналдодан басып озды. Пеленің рекорды талқандалды. Лео әлем чемпионаттарындағы гол плюс пас жүйесі бойынша 24 ұпай жинап, бразилиялық Пелені де артқа тастады. Матчқа талдау жасадық. Мессидің жетістіктерінде айтып шықтық. Аргентинаның ойынын сіздер қалай бағалайсыздар? Месси бұл турнирде қанша гол соғады? Аргентина әлем кубогын тағы да жеңе ала ма? Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі қарай енді ойыннан кейін Месси және де басқа да ойыншылардың не айтқанын баяндайтын боламын. Бұйыртса осы турнир бойы біздің арнамызда әлем чемпионаты жайында видеолар шығатын болады. Сондықтан бізбен бірге болып тіркеліп, қоңырау түймешесін басып қойыңыздар. Сіздерден барынша максималды қолдау күтетін боламын. Айтпақшы, бүгін Роналдо бастаған Португалияның алғашқы матчы болады. Ертең сол ойынға қатысты дәл осылай талдау жасағанымды қалайсыздар ма? Онда міндетті түрде пікірге күтеміз деп жазып, видеоға лайк басып кетіңіздер. Әлем чемпионатында хет-трик жасау әрине ерекше сезім. Мұндай керемет жетістікке жетуім үлкен қуаныш. Бірақ шынын айтсам, бұл жай ғана статистика. Ең бастысы, біз өте қиын кездесуде маңызды жеңіске жеттік. Менің неге жылағанымды сұрап жатырсыздар ғой. Бұл футболға еш қатысы жоқ дүние. Осы ойынның алдында мен үшін өте ауыр күндер болды. Маған үнемі қолдау көрсетіп, жанымнан табылған, маған күш-қуат берген құрамадағы достарыма бүкіліне де алғысым шексіз. Мен футбол ойнағанды ұнатамын. Бұл менің бала күннен бергі құштарлығым. Мен егер жақсы формамда болсам, алаңда 100%-ға барымды салатын боламын. Мен осы ұжыммен бірге өткізген әр секундтан ләззат аламын. Арамызда Мессидің болуы біздің ең үлкен артықшылығымыз. Оның команданы қалай алға сүйрейтінін өздеріңізде көріп жүрсіздер. Ол ешқашан жеке рекордтарын ойламайды. Әрқашан команданы мүддесін бірінші орынға қояды. Бұл біз үшін өте маңызды. Жұрт бізді осы әлем чемпионатында көрсететін ойынымызға қарап бағалайды. Біз өткен мундиалдағыдай соңына дейін тіресіп, аяғына дейін шайқасқымыз келеді. Шынымды айтсам, менде Мессиді сипаттайтын сөз де қалмады. Міне, 20 жыл бойы ол бізді осындай ғажайыптарды көруге үйретіп келеді және оның ойынын тамашалайтын әрбір жанға шабыт сыйлайды. Біз турнирде қадам бойынша ойыннан ойынға жоспарлап алға басамыз. Бүгін команда өте қуанышты. Біз көптеген футболшыларға алаңда уақыт бердік. Ендігі мақсат келесі матчта да жеңіске жетіп, топтық кезеңнің 3-ші ойынында барлық ойыншыларға мүмкіндік беру. Алғашқы матч әрқашан қиынға соғады. Өткен әлем чемпионатында біз сәтсіз бастаған болатынбыз. Сондықтан бүгін турнирді жақсы нәтижемен бастау біз үшін өте маңызды болды. Бізді алда ауыр ойын күтіп тұрғанын білдік. Алжир өте жақсы ойнайтын ұжым. Олар үлкен жұмыс атқарды. Сондықтан бұл матч біз үшін оңайға соққан жоқ. Біз бұл жеңісті күттік. Ол бізге ауадай қажет болды.
Өткен әлем чемпионатында жолымыз сәтсіз басталғанымен соңында бәрібір чемпион атандық. Ал бүгін турнирді бірден жеңіспен бастаудың сәті түсті. Біз алжирліктердің осал емес екендігін жақсы білдік. Оларды ешқашан бағаламаған емеспіз. Жарақаттар қиындық тудырғанына қарамастан қателіктермен жұмыс жасап, мундиалға ең үздік бабымызда келуге уақытымыз жеткілікті болды. Бұл біз үшін таңғажайып әлем чемпионаты болады деп сенемін. Ал Месси туралы айтуға сөз де жетпейді. Оның арамыздағы ең маңызды тұлға екені белсенеден белгілі. Біз тек оның алаңда өзін еркін әрі жайлы сезінуі үшін барымызды салдық. Сыншылар Месси баяғыдай емес, қартайды деп лағып жүреді. Бірақ бүгін ол өзінің әлі де әлемдегі ең үздік екенін дәлелдеп, бәрінің аузына құм құйды. Өткен әлем чемпионатында Аргентинамен финалда айқасқан турнирдің басты фавориттерінің бірі саналатын Франция кеше Сенегалмен түйісіп, оңайға соқпаған ойында 3-1 есебімен жеңіске жетті. Ойдағыдай маусым өткізе алмаған Килиан Мбаппе бұл турнирді жойқын бастады. Ол бұл матчта қос гол соғып дубль авторы атанды. Осылайша қазіргі сәттегі жағдай бойынша Мессиде 16 гол, ал Мбаппеде 14 гол. Кім басы бозады деп ойлайсыздар? Пікір қалдырыңыздар. Мбаппе кешегі дублінің арқасында Франция құрамасындағы соққан голдарының жалпы санын 58-ге жеткізді. Осылайша ол өз құрамасы тарихындағы ең үздік бомбардир атанып, тарихқа енді. Шыны керек, біз әлі толық бабымызға келе қойған жоқпыз, бірақ доданы жеңіспен бастаған әрқашан жағымды. Бұл командаға біраз дем беріп, көңілді орнықтырады. Десе де әлем чемпионатында арқаны кеңге салып, мүлдем алаңсыз жүру мүмкін емес. Басқа құрамалардан ойынын көріп, турнирді жеңіспен бастаудың қаншалықты қиын екеніне көзіміз жетті. Мундиалдың орны әркім үшін бөлек екенін бәрі біледі. Мұнда кез келген ұжым жеңіске жетіп, жақсы қырынан көрінгісі келеді. Бүгінгі кездесуде оңай болған жоқ. Тек кез келген сәтте гол соға алатынымызды іштей сезіну бізге үлкен күш береді. Ал маған шүйліккен сыншылардан кек алудың ешқандай мән-мағынасы жоқ. Егер мен аузына келгенін айтқандардың бәрін үнсіз қалдыру үшін ойнайтын болсам, онда маған 80 жасқа дейін доп тебуге тура келер еді. Мен алаңға тек өз елімнің тарихын алтын әріппен жазу үшін және құрамама әлем кубогын ұтып алуға көмектесу үшін шығамын. Бұл топтық кезеңнің алғашқы матчы ғана. Сыртымыздан біреулер артық кетіп, енді біреулері сынап жатуы мүмкін. Ал біздің міндетіміз сабыр сақтап, өз жұмысымызды атқару. Бүгінгі шығарылым осымен соңына келіп жетті. Турнирдің қызығы енді басталып келеді. Сондықтан қызықтан құр қалмас үшін бізге тіркеліп қойыңыздар. Сіздерден белсенділік күтеміз. Турнир фавориттері кім деп есептейсіздер? Бүгін Португалия мен Конго арасындағы матч қалай аяқталады деп ойлайсыздар? Есепті дұрыс тапқандарды келесі видеода жариялайтын боламын. Бүгінге болса, келесіде кездескенше сау болайық.